Анализ неразрезных балок, анализ неразрезных многопролетный балкалардың анализін жасаған кезде әртүрлі методтар қолданылады. Внутренний усилияларды табуға біз бүгін перераспределение моментов деген метод бар. Метод распределения моментов. Сол методты қарастырамыз. Сол метод арқылы многопролетный балкада внутренний усилияларды қалай табуға болады. Сол соңғы 1, 2, 3 сабақ осы туралы сөйлесеміз. Еврокод 2-де пункт 5-те осындай пункт бар. На всех стадиях расчета должно быть учтено влияние любого перераспределения моментов. Линейно упругий расчет с ограниченным перераспределением может быть применен для расчета конструктивных элементов и проверки предельных состояний по несущей способности. Осындай пункттар бар, яғни распределение моментов негізі Еврокод допускать етеді. Және бірақ определенный процентаж ішінде, шатаспасам 30%-дан перераспределение моментов аспау керек. Жалпы бұл не? Давайте, в принципе, базовой идеясын түсінейік. Моменты, возникающие в опорах, распределяются между примыкающими элементами пропорционально их жесткости, пока узлы не приведут в равновесие. Рамы и неразрезные балки, плиты, опирающихся на двух опорах, работающих на изгиб в одном направлении. Метод распределения моментов осыларға қолданылады. На двух опорах, работающих на изгиб в одном направлении. Біз қарастырамыз. Необходимо для ручных, бұл метод не үшін керек? Ручной расчет кезінде қолданылады. Енді және де для проверки адекватности результатов программ. Біз расчетный программаларды қолданамыз, каркастарды, балкаларды, плиталардың моменттерін есептеген кезде ручной расчетпен тексеру үшін қолдануға болады бұл методты. Жалпы идеясы қандай? Суретінен қатты шошып қалмаңыздар, негізі олында ойлағандай қиын емес. Негізі мен қысқаша түсіндіруге тырысайын, детально емес, себебі өзім көп бұл методты қолданып ручной расчеттарды жасамағанмын, бірақ тоже өзім қарап үйреніп алдым. Русскоязычный интернетте бұл метод туралы басым таппадым. Многопролетный балкаларды білсеңіз, мысалы мына жерде 2 пролет, мыняқта 3 пролет, мыняқта 4 пролет. Бұлар статически неопределимый система болып табылады, яғни статика уравнениялары бүкіл моменттердің қосындысы нольға тең болады, бүкіл горизонтальный вертикальный силалардың қосындысы нольға тең болады деген уравнениялар арқылы бүкіл опорный реакциялар табу бұл жақта мүмкін емес. Количество опорных реакций белгісіздер саны көбірек, чем уравнение санына қараған кезде. Сол үшін бұл жерде басқа методтар қолданылады. Бізде в целом орыс жақтар, Россияда көбінесе мен байқағаным метод сил деген бар, метод перемещения деген бар. Солар арқылы статически неопределимый системаларды есептейді. Ал Европа, енді Еврокод солардың основной нормалары болғаннан кейін метод распределения моментов көбірек қолданылады. Логикасы неде? Метод распределения моментов балканы алады да. Мысалы, 1 опора, 2 опора, 3 опора. Мынаны өзін 1 опора, мынаны өзін 1 опора ретінде қарастырады. Мына опораның өзінің жесткостін табады, мынаның өзінің жесткостін табады. Екеуінде енді 1 балка болатын болса, көбінесе может жесткостер бірдей болады. Мынаның просто как однопролетный балка сияқты моменттерін табады бұрыштағы. Мына бұрыштағы моментті табады, мына бұрыштағы моментті табады. Мына балка да тура сондай, өзінікін табады. И относительно өзінің мынаның жесткостіне, мынаның жесткості қандай, пропорционально солай бөлінеді. То есть көбірек жесткості бар элемент өзіне мыняқта шыққан моментті, мына 2 момент, мына узелда основнында, мыняқта мына узелда бір-бірімен
равномерно перераспределение болады. Мысалы мына жақта фм аб мына момент аб деген болады, мына жақта момент ба деген шығады. Осы екеуінің моменті перераспределяться етеді относительно екеуінің жесткості. Жесткость бір к2 арқылы есептелінеді. А 4 и бөлінген L, E деген модуль упругости и момент инерции L длина С и немесе 3 и бөлінген L болып екеуінің біреу болады. Қай кезде қайсысы таңдалады? Мысалы қарасақ, мына жерде мынау шарнирный, мына жер жестко защемленный сияқты, мына жер шарнирный қайтып. То есть егер бір конец шарнирный болатын болса, 3 и бөлінген L. Мына жерде А1 мынаның жесткости осылай табылады, мынанікі де солай табылады, себебі мына жақта өздері мысалда берген. Ал егер мына жер жестко защемленный болған кезде, екеуі де жестко защемленный сияқты 4 и бөлінген L болады. Мысалы астыңғы пролетті қарайық. Мына жер шарнир, пролеттар по умолчанию жестко защемленный болып есептелінеді, өйткені соединение екеуінің арасында жесткий. 3 и болады, себебі мына жақта шарнир. Мына жақта 4 и бөлінген L, себебі мынау жесткий, мынау жесткий. Мына жер 3 и L, себебі мына жер шарнир. Тура сондай, енді екі жағы шарнир болған многопролетный балкалардың екі крайлары көбінесе 3 и бөлінген L мен жесткость табылады. Сол мына бөліктің ортаңғы пролеттар 4 и бөлінген L мен табылады. Сөйтіп әр бөліктің өзінің жесткости К1, К2 табылды. Енді мына узелда отношение distribution factor деген бар, df, крайда df 0 болады. Мына жерде df К1 мына жағы бөлінген общий қанша балка примыкать етіп тұр, мына жақта екеуі К1 плюс К2. Мына бетінде К2 плюс бөлінген К1 плюс К2 тоже. Екеуінің қосындысы бірге тең болатындай болады ғой. И екеуінің процентаж жесткости қандай болады, солай өзгереді. Кейде 50-50 болады. Бірақ L-ға байланысты болғаннан кейін, мысалы мына пролет 2 метр, мына пролет 4 метр болса, соответственно, мынаның жесткості мынаған қарағанда 2 есе аз мынада. Сол үшін, мысалы, есептейтін болсам, 0,33, мысалы, мынаның жесткості 0,67. Солай. Distribution фактор табылады, моменттер табылады. Моменттерде табу оңай, біз білеміз, интернеттен қарасақ болады. Дайын формулалар бар, однопролетный балкалар, моменттер. Мысалы, екі жақ защемленный болатын болса, момент V равномерно распределенная нагрузка, L квадрат бөлінген 12. Бір жағы шарнирный болса, бұл жерде момент 0 болады. Мына жақта VL квадрат бөлінген 8. Немесе жартылай нет равномерно распределенная нагрузка болатын болса, момент мынандай болады. Тура сондай тоқ шарнир болса, мынандай болады. Сосредоточенная нагрузкасы болса, осы нен интернетте бар, қарап табылмасыңыздар болады. Получается, сөйтіп distribution фактор дейік, соны табамыз, анықтаймыз, сөйтіп отношениясын табамыз, моменттерді табамыз, моменттер табылады, и бұл жерде мынаның моменті болғаннан бұл бөлек, мынаның моменті бөлек, и екеуінің арасында перераспределение болды. Давайте біз бір мысал қарастырайық. Трехпролетная балка, равномерно распределенная нагрузка, постоянная нагрузка 25, временная нагрузка 10 килоньтон, 6 метр, ортаңғы пролет 4 метр, шеткі пролет 6 метр. На екі жер шарнир дейік, шарнир болсын. Необходимо определить, составить диаграмму изгибающих моментов и поперечных сил, используя метод распределения моментов. Енді біріншіден расчетная нагрузканы табайық. Расчетная нагрузка
алдында айттық, иә, расчетный нагрузка моменттерді максимальный болатын кезде, ну, сочетание расчетный нагрузканың сочетаниясы. Мысалы, әр жерде постоянный нагрузка бар бізде 25 килоньютон, және ол коэффициентке көбейтіледі 1,35. Енді максимум деген жерде біз мына жақта временныйды қосамыз, напролетті қоспаймыз, напролетті қосамыз. То есть 1,5 көбейтілген временный нагрузка. Мына жерде болмайды. Чтобы найти, мысалы, момент примерно былай. Мына жақта отрицательный момент көбірек болады осындай кезде. Бұл бірінші расчетный случай. Екінші расчетный случай, мына жерде время нагрузка жоқ, мына жерде бар, мына жерде жоқ. Мысалы, немесе екі пролетта бар, мына пролетта жоқ. Мына пролетта жоқ, одан кейінгі екі пролетта бар. Осы 4 случайды қарастырып, төртеуінде де эпюра жасап, изгибающий момент пен поперечный силаны ең үлкен значенияларды таңдап, соңында бір эпюра, главный эпюра шығады, соны есептеу. Біз қазір давайте енді қолмен ол ұзақ болып кетеді есептеу. Мына случайды қарастырайық, бір случайды идеясын түсіндіру үшін. Максимум, минимум, максимумды қабылдадық. Максимум бізде қалай? Максимум кезде 6 метр пролетта 292,5 килоньютон. И минимум бізде мынаны қолданылады. Минимум 4 метр пролетта 135 килоньютон. И және максимум кезде қайтып 292,5 килоньютон. Уже метрна көбейтіліп қойылған. Жалпы идеяны көрсетейін, кейін Excel'де детальнырақ қарап шешуге болады. Excel'де мен дайындап қойдым. Басқа сочетанияларды тезірек тексеру үшін. Ең бірінші давайте жесткость табамыз. Жесткостьті айттық, 4EI бөлінген L, 3EI бөлінген L дедік. Крайнилар бізде шарнир болғаннан кейін, мына жердің жесткостьтары 3EI бөлінген L болады. Енді қысқарту үшін 4EI-ға екі жақты бөлді, сол кезде 3 бөлінген 4L болады. 3 бөлінген 4L ол болады бізде. Енді EI-ді игнорировать етесіз болады, бір-бірімен қысқарып кетеді. Сол үшін тек L ғана өзге болғаннан кейін 3 бөлінген 4L, L 6 метр 0,25 болады. Мына жерде 4EI бөлінген L, егер 4EI-ға екі жақты бөлсек, K тең 1 бөлінген L. 4-ке бөлсек 0,25. Яқты соның яқта да 0,25 таптық. Енді distribution факторды табайық. Distribution фактор мына жердікі, мына узелдікі 0,25 бөлінген 0,125 бөлінген 0,25. Мынаның қасы 1,3 шығады. Мына жерде 0,25 бөлінген екеуінің қосындысы 0,67, 2 бөлінген 3 шығады. Мына жерде тура сонда 2 бөлінген 3, 1 бөлінген 3 таптық. Енді моменттерді табайық. Момент, мына ситуация бізде қандай? Равномерно распределенная нагрузка бар. Мына жер шарнир, мына жер жестко защемленный. Біздің момент табу керек. Біз мына момент 0 болады, шарнир болғаннан кейін. Мына ситуацияға біздікі ұқсайды. То есть шарнир бар, мына жақта бар VL квадрат бөлінген 8. И бізде W бізде болады равномерно распределенная нагрузка, L бізде пролет. Енді жестко защемленный жағы VL квадрат бөлінген 8. VL квадрат бөлінген 8 момент былай қарайтын болса, және де мынандай мына нәрсені ескеру керек. Басынан бастап против часовой стрелки бізде знак плюс болады, по часовой стрелке минус болады. Момент мына жақта VL квадрат бөлінген 2 осындай кезде плюс қылып көрсетіп тұр. То есть верхний волокна растягивается еткен кезде плюс VL квадрат плюс 8 болады. Енді біздің жағдайда мына жерде де тура сондай болатын болса, VL квадрат бөлінген 12 болса, оның направлениясы по часовой стрелке сол үшін минус болады. Знак
минус 219-4 шығады. Тура сондай мына ортаңғы пролетті қарастырсақ, ол мынаған ұқсайды. Екеуінде де VL квадрат бөлінген 2, VL квадрат бөлінген 2 растянутые, бұл жерде верхний волокна. Соны ескерейік. Егер сондай болатын болса, мына жақта верхний волокна растянутый, бізде VL квадрат бөлінген 12, мына жерде направлениясымен, бұл жерде distribution fixed and moment деген бар. Фиксированный моментті қарастырып жатқан кезде линейный методпен бұл жерде мына қолданамыз. Мынау бізде против часовой стрелки, сол үшін плюс болады. Мынау по часовой стрелке минус. Осы бағыттарды қолданамыз. И енді бізде баланс кетеді. Баланс carry over деген тема. Мысалы, қалай болады баланс деген? Мына точкада екі моментті таптық, екеуінің қосындысын аламыз да мынаған көбейтеміз. Екеуін қоссақ, мынаған көбейтсек, минус екеуін қосамыз, мына distribution факторы көбейтеміз, бізде 58-де 1 шығады. Тура сондай минус біріншісі болады. Мына жақта екеуін қосамыз, 2-де 3-ке көбейтеміз, мынандай момент шығады. И мына узелді да сондай. Мына узелдерді 0 болғаннан кейін бұл жақта қосатын ешнәрсе смысл жоқ. Узелдерді қосамыз, мына жақта да минус қосып істесек, мына distribution факторы қоссақ, мына значение шығады, мына жақта мына значение шығады. Енді бізде шықты, енді соседний моменттермен алмастырамыз, 2-ге бөлінеді. То есть, мына 58-де 1 негізі мына жаққа кетеді, 2-ге бөлініп. Бұл жақ 0 болғаннан кейін қарастырмаймыз. Мына беті 116-да 3, мына жаққа 2-ге бөлініп барады, ровно 0,5-ке көбейткен коэффициент 58-де 1 болады. Мынау минус 116-да 3 мына жерге барады, минус 58-де 1 шығады. Бұл carry over процесс деп аталады. То есть, бір плоскостьта, бір жесткостьта тұрғаннан кейін өзіне алған моментті распределять етеді. Процесс, қысқаша айтқанда сондай. Мына жақта енді бізде минус 58 бар, и қайтып баланс процесс басталады. Баланс, мына жер 0 деп есептесек, минус, мына екеу қосылады, көбейтілген distribution факторын 3-те 1-не қосса 19-да 4 шығады, екеуінің қосындысын 2-де 3-ке көбейтсек, мынау шығады. Мына жақта да тура сондай, мына жақтан 58 болып келді, оны distribution факторына көбейтіп істеген кезде осындай шығады. Сөйтіп, бұл шыққан нені қайтып 2-ге бөлеміз да, мына жақта мына вариант шығады, мына жақта 2-ге бөліп, мына жаққа распределять етеміз. Сосын бұл екеуін мына жерде 0, екеуін қосындысын қайтып distribution факторға 0, 1-де 3-ке көбейтеміз. Солай, пока момент сумма незначительный кішірейгенше дейін. Незначительный кішірейді, мысалы, мына жақта 0,7, 1,5 кішкентай значенияларға дейін жетті, уже тоқтатсақ болады деген сөз. Все, енді біз қосамыз. Мына жерден бастап бүкіл моменттерді қосамыз, минус 132-де 5 шығады. Мына жақтан бүкіл моменттерді қосамыз, 132-де 5 шығады. Мына жақта да мынаны қосамыз, мынандай значение шығады. Мынаны қосамыз, мынандай значение шығады. Мына жақтарда шарнир болғаннан кейін ешқандай момент болмайды, 0,0 болады. Жестко защемленный болған кезде бұл жақта да негіз моменттер шығады. Бұл момент перераспределения деген осы. Конечный моменттерді біз таптық, распределенный. Басында линейный тапқан кездегі моменттермен қазіргі перераспределенный моменттердің значениясы осы. Енді момент тапты, значение қараймыз, әр пролет, мысалы АБ-да бағанағы біздің моментте 132-де 5 килоньютон минус, мына жақта ұмытпаймыз, минус бізде по часовой стрелке. По часовой стрелке бағытын көрсету үшін 132 километр. Мына жақта тоже 132 бірақ плюс болады против часовой стрелки. Осы бағыттарды қойып шығамыз. Енді бізде уже момент белгілі болғаннан кейін, әр пролеттің өзінің моменті болғаннан кейін, уже кәдімгі статика заңдары бойынша эпюраны сыза аламыз. То есть біз поперечный силаны табамыз,
эпюрасын сызамыз и моментті сызсақ болады. Оны бағана алдыңғы сабақта айтқандай кәдімгі однопролетный балка сияқты сызылады, кейін әр пролеттікі қосылады. Бұны метод сечениемен істесеңіздер де болады, немесе дайын формулалармен табуға болады. И осындай конечный эпюра бізде сызылады. Мынау мысалы бағана біздің бірінші сочетаниядағы момент осылай шығады. Екінші нагрузканың сочетаниясында момент былай шығады, үшінші сочетанияда былай шығады, мысалы барлығын шешкен кезде. И бүкіл значениялар қосылған кезде ең үлкен моменттер, мысалы ең мыняқта максимум бірінші пролеттің ортасында 158, отрицательный момент пролеттің соңында бірінші пролеттің 151, 151, мыняқта 65-ке дейін түседі, и мыняқта 158-ді. И поперечкада ең басын бірінші пролет 124, 171-ге дейін түседі, 110, 110, 171, 124. Негізгі идеясы осы. Кішкене басқа есептерді шығару керек, жақсылап түсіну үшін. Мен ютубтан англоязычный бір-екі источниктарды ссылкасын описанияға қоям. Өздеріңіз тауып қарасаңыздар болады. Ал келесі сабақта біз тура осыны Excel'ге енгізіп, өзіміз шығарайық. Енді біз мынаны таптық, бірақ тура бұл тек бір сочетанияға да. Excel'де істеген бір оңайы, осылай істеп алып, 4 сочетанияны сразу тексеріп кетуге болады. Сол нәрсені келесі сабақта